Ана бөлікші қызды. Мұнымен Сабира, сіз өзіңіздің қылмысыңызды мойындамайсыз. Мен ештеңеден жасаған жоқпын. Доғар, сен менің жыныма титтің. Енді сенің сөзің басқаша болады. Сен жатақханадағы қыздарды үгіттеп, бүкіл үкіметке қарсы шығып, насихат жүргізіп, Алматыдағы алаңға қосылғаның. Сенің тағдырыңның соңын белгілеп қойған. Сендейлерді қоғамнан аластамақ түгілі. Көзін құрту керек. Мен тағы да айтамын. Мен ештеңе жасаған жоқпын. Қазақтың басшысы қазақ болсын деген сендер үшін қылмыс па? Ата-бабамыздың сан ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздігіне қол жеткізсем деп едім. Қазақ үшін жанын қиған Әлихан Мұстафа сынды арда азаматтардың жанында менің жаным түк емес. Мен айтқанымнан қайтпаймын. Ей, сенімен тәшкелесіп отырған менің уақытым жоқ. Бүлікші екеніңді мойында. Әйтпесе не? Әйтпесе жаныңдағы жолдастарыңа сені сатқын, ең сәтті деп жала жаба саламын. Бұл менің қолымнан келеді. Сен де қазақтарды бүкіл әлемге масқара етіп көрсету мен үшін түкке де тұрмайды. Сол себепті ойлан. Ойланатын түк те жоқ. Мен айтарымды айттым. Сендердің жауып отқан жауларыңды ертеңгі күні күннің бір күнінде тарихтың өзі ақтап алады. Мен қазақтың билігі өз қолына тиетініне сенемін. Алайда сол күнге жетемін бе жетпеймін білмеймін. Ей, мен сенің қандай адамға аяқ басып тұрғаныңды айтайын. Сен бүкіл қазақ студенттерін оқудан шығарып жіберуіне әрекет жасап жатырсың. Мынаған қол қоймасаң, бүкіл қазақ студенттері оқудан шығады. Мен қайтып келгенше ойлан. Қайран қазақ, расымен де күнің өтіп барады. Өр намысты, ақтық демі қалғанша, намысын ешкімге қаптатпайтын Кенесары Қабанбайдың ұрпақтары үшін менде қалмағаны ма? Елімнің болашағы болам бар. Кешегі ата-бабамның дауысын естіп, кешегі ата-бабамның атын естіп деп күлімсірте, мен секілді жасы тұрғандарды, мен секілді жас қыздарды түрмеге тоғытып жатса, елімнің болашағы не болмақ? Бұл азаптың да соңы бар ғой. Егер мен Алматыдағы шыққан жастардың мақсаты Колбинді қорғау болу деген қағазға қол қоймасам, өзіме жақын адал достардың обалына қалатын болды ма? Әрқайсысы үйінің мәлпештеп, болашағынан үміт күтіп отырған перзенті ғой. Олардың болашағына қалай балта шаппақ? Егер барлық жамандық менің өлеңімді бітетін болса, мен ақ тұрмақ. Азаматтар аман, менің жаным олар үшін. Қаршадайғы жаулазыма құмар еді. Көктемде де байыстаппай ауылдан көк қалай ұзап кететін. Ғұмырда сол бәйшешек секілді қысқа боларын қайдан білейін? Сабирам мен